Жетінші уағыз. Алла тағала былай дейді: уә адам баласы, уә динар мен дирхамның құлдары. Мен бұл динарлар мен дирхамдарды сендер үшін жараттым. Олар арқылы менің нығметтерінен ризықтануларым үшін, мен берген киімді киюлерім үшін, және мені мадақтап ұлықтауларым үшін. Ал сендер менің кітабымды Коран алып, бір шетке ысырып қоясыңдар. Онымен амал етпейсіңдер. Динарлар мен дирхамдарды алып, оларды бәрінен жоғары қоясыңдар. Үйлеріңді менің үйлерімнен, мешіттерден биік етесіңдер. Сендер ең жақсылар емессіңдер, азат та емессіңдер. Сендер дүниенің құлдарсыңдар. Сендермен кездесу әктелген қабірлермен кездескендей. Сырты әдемі көрінеді, ал іші жиіркенішті әрі жиренішті. Дәл солай, сендер өздеріңді адамдарға жақсы қырларымен көрсетіп, тәтті сөздерімен және көркем істерімен өздеріңді сүйгізесіңдер. Бірақ жүректерінің қаттылығы мен рухтарының бұзылған күйі арқылы олардан алыстайсыңдар. Уә адам баласы, амалдарыңды ықыласпен орында және менен сұра. Расында, мен саған сұраушылар сұрағаннан да артығын беремін.